Air Astana әуе компаниясын таңдағаныңыз үшін рахмет. Ұшағыңыз осы жұма сағат 17:00-де ұшады. Уақыты өзгеріп жатса, телефон нөміріңізге SMS хабарлама жолданады. Air Astana әуе компаниясы ұшу қауіпсіздігі мен эксплуатация сенімділігі мәселесі бойынша көшбасшы. Жылына 55 000 рейс орындап, 8 миллион жолаушы тасымалдаймыз. Компанияның уақытында ұшу көрсеткіші орта есеппен 80% құрайды. Рейстердің көпшілігі уақытында ұшырылады. Алайда кей рейстерді объектив себептерге байланысты кешіктіруге мәжбүр болып қаламыз. Ұшу уақытын өзгертуге ауа райының қолайсыздығы жиі себеп болады. Қатты жауын, қалың қар жауып, тұман түссе, түгел әуежайдың жұмысына кедергі келтіріп, бірқатар рейстің кешіктірілуіне алып келуі мүмкін. Ал бұршақ әуе кемелерінің фюзеляжының зақымдануына себеп бола алады. Біз әуе кемелерінің ұшуға жарамдылығын жоғары деңгейде ұстап тұру үшін флотымызда техникалық жұмыстарын тұрақты өткізіп тұрамыз. Сондықтан инженерлеріміз әр ұшар алдында әуе кемесін тексеріп, ұшақтың барлық жүйесін сынақтан өткізеді. Ақау анықталса, рейс мәселе толық шешілгенше кешіктіріледі. Кей жағдайларда ақау ұшып келгеннен кейін анықталуы мүмкін. Мысалы, қозғалғышқа құс түсіп кетуі, найзағай немесе бұршақ түсу сияқты себептер. Сондай кезде ұшақ толықтай тексеріліп, қажет болса қозғалтқышы жөндеуге жіберіледі, немесе толық ауыстырылады. Сол уақытта жолаушылардың рейсін күтіп отыратынын түсінеміз. Сондықтан қызметкерлеріміз ұшақ қауіпсіз ұшуға дайын болғанша қолдан келгенін істейді. Қыс кезінде ұшақтарды мұзға қарсы өңдеу немесе деайсинг маңызды рөл атқарады. Әр ұшақтың қанатын қар мен мұздан тазарту үшін ұшар алдына арнайы сұйықтық құйылады. Одан кейін ұшақ белгілі бір уақыт ішінде ұшып кетуі керек. Әйтпесе сұйықтықты екінші рет құйуға тура келеді. Кей жағдайларда ауа райы мұзға қарсы техникалық қызметін көрсетуге мүмкіндік бермейді. Сондықтан ауа райының жақсаруын күтуге тура келеді. Рейстің кешіктірілуінің өндірістік себептеріне әуежайдың жабылуы немесе кептеліс жатады. Ең қарбалас кездерде әлемде үлкен саналатын әуежайлардың өзі жолаушыларға лық толады. Сондайда арнайы техника, жүк күту, сондай-ақ құжат бақылауында кезек күту және басқа да себептерімен кешіктірілуі мүмкін. Жолаушылардың ұшу қауіпсіздігі ережелерін сақтамауы да авиакомпанияның уақытында ұшуына әсер ете алады. Тыйым салынған заттар тапсырмауыңызды және ұшар алдында шамадан тыс ішімдік ішпеуіңізді сұраймыз. Авиакомпаниямыз рейстің кешіктірілетіні туралы сізге алдын ала хабарлауға тырысады. Біз жолаушыларға хабарламаны билет бұрындап жатқанда жазған нөміріне жібереміз. Сондықтан қолданып жүрген телефон нөміріңізді жазуыңызды сұраймыз. Одан бөлек рейсіңіз туралы ақпаратты сайтымызда тексере аласыз. Егер ұшатын уақытың өзгерген әуежайға келген соң білсеңіз, таблодағы ақпаратпен танысыңыз. Немесе жерде қызмет көрсету агенттерінен сұраңыз. Ұшатын уақыттың өзгеруі сізге ыңғайсыздық туғызатынын түсінеміз, бірақ сабыр сақтауыңызды сұраймыз. Air Astana ұжымы рейсіңіздің уақытында және барлық қауіпсіздік ережесін сақтай отырып, ұшып кетуін қамтамасыз ету үшін бар күшін салатынын есіңізден шығармаңыз. Рейсіңіз әуе компания кінәсінен немесе борттың кеш келгені үшін кешіктірілсе, жолаушыларға рейс кешіктірілген 2 сағаттан кейін сусын береміз, 4 сағаттан кейін тамақ береміз. Түнде 6 сағат, күндіз 8 сағатқа кешіктірілсе, жолаушыларға қонақ үйден бөлме береміз, немесе тұруға ваучер береміз. Әуе компания қандай жағдай болса да қауіпсіздікті таңдайды. Әр 2 жыл сайын әуе компания IATA халықаралық әуе көлігі қауымдастығының IOSA эксплуатация қауіпсіздігі аудитпен өтеді. IOSA сертификаты әуе компанияны 1000-ға жуық қауіпсіздік пен сапа талабына жауап беретін сенімді тасымалдаушы ретінде танылудың маңызды факторы. Тұтынушыларымыздың қауіпсіздігі мен амандығы Air Astana әуе компаниясының басты басымдығы. Cabin crew, be seated.